Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз асқазан және өңештің қатерлі ісігі клиникасы және диагностикасы. Қазақстанда асқазан обырының пайыздық көрсеткіші 3-ші орында тұр. Ер адамдар мен әйел адамдардың қатынасы 2:1, яғни ер адамдарда әйел адамдардан қарағанда біраз жиірек кездеседі. Асқазан обыры Қазақстандағы аурушаңдықтың ең жоғарғы көрсеткіші ол бізде Солтүстік Қазақстан облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Қарағанды облысы, Павлодар облысы, Қостанай және Алматы қаласы. Ал Оңтүстік Қазақстан облысында аурушаңдық көрсеткіші біраз төмен болып келеді. Ал әлем бойынша аурушаңдық, яғни Армения, Вьетнам, Израильда төменірек болып келеді, ал Жапон елінде, Кәріс және Қытай елдерінде жоғары болып келеді. Пайыздық көрсеткіші астында көрсетілген. Асқазан обырын туғызатын факторлар, яғни тамақтану, ол күнделікті ысытылған және тұзды тағамдар, қатты құрғақ тағамдар, канцерогенді тағамдар, рафинатталмаған майларды қолдану, яғни дұрыс өңделмеген майларды қолданғаннан болады. Және де сіздер жаңағы көшеден жейсіздер, майға қуырылған пирожки, бәліш, яғни бұлардың майлары, олар бір майға күнделікті пыстыра береді. Осындай тағамдардан пайда болуы мүмкін. Өмір сүру әдеті, яғни зиянды әдеттерге жақын болса, ішімдік, шектен тыс ішімдік ішсе, және де бұл күйзеліс жағдайымен қатар жүрсе. Созылмалы аурулар, перитонеозды анемиясы, гастрит, асқазан жарасы бар науқастар, инфекциялық фактор, хеликобактер пилори, әлеуметтік фактор, экономикалық жағдайы нашар адамдар арасында сырқаттану пайызы жоғарырақ. Гистологиялық түріне байланысты біз бөлеміз аденокартиномалар, папиллярлық, тубулярлық, коллоидты және муциноздық, сақина тәрізді жасушалы ісік, бездік жалпақшалы жасушалы ісік, пісіп жетілмеген ісік, жіктелінбейтін ісік болып. Рактың жаңағы пісіп жетілу дәрежесіне қарай G(X) ісіктің пісіп жетілу дәрежесі анықталмаған, G1 жоғарғы дәрежеде пісіп жетілген, G2 орта дәрежеде пісіп жетілген, G3 төмен дәрежеде пісіп жетілген, және де G4 пісіп жетілмеген анапластикалық обыр болып табылады. Осы жалпы асқазандағы қатерлі ісіктің дамуы ең жиі пилори антральды бөлімде, яғни 60%-ға дейін, кіші иінінде 20-25%-ға дейін, проксималды бөлімінде 10-15, алдыңғы және артқы қабырғаларында 2-5%-ға дейін, тотальды зақымдану 5%-ға дейін кездеседі. Борман жіктемесі бойынша макроскопиялық ісік түрлері, бұнда сіздер жаңағы көріп отырғандай, бірінші түрінде полипті ісік шекарасы айқын, әдетте шеттері шырышты қабатқа дейін таралған болады. Ал екінші түрінде шеттері біраз шығыңқы, анық шектелген қатерлі ісіктер. Ал үшінші түрін көріп отырсаңыздар, суретте шеттері шығыңқы, бірақ шектері айқын емес. Төртінші түрінде диффузды инфильтрациялық карциномалар, әдетте шеттері анық емес. Суретте көрініп тұрғандай. ТНМ бойынша жүктелуі, Т-инситу, эпителиарлық аралық ісік, Т1 суретіне қарасаңыздар, шырышты қабат деңгейіндегі ісік. Ал Т2-ге қарасаңыздар, яғни бұл ісік бұлшықет қабатына дейін өскен. Т3 ісік серозды қабыққа дейін өскен, қарасаңыздар міне. Ал Т4-те ісік көрші жатқан мүшелерге дейін, яғни поджелудочная железа дегеніміз жаңағы ұйқы безіне дейін ісіктің өсіп кеткенін көресіздер. N категориясы бойынша N0 метастаз жоқ,
N1 аймақтық лимфа түйіндерінде метастаз дамуы таралуы бар. N2 асқазанға алыс лимфа түйіндерінде метастаздың бар болуы. М категориясы бойынша М0 метастаз жоқ, М1 метастаз алыс метастаздардың бар болуын көрсетеді. Савицкий бойынша кіші белгілер, яғни клиникалық белгілеріне келетін болсақ, жалпы әлсіздік, тез шаршағыштық, жұмысқа қабілетінің төмендеуі, тамаққа тәбетінің соқпауы, немесе төмендеуі, ет тағамдарына көрген кезде жиіркену, құсқысының келуі, лоқсу, асқазандағы дискомфорт, себепсіз салмақ жоғалту және анемия белгілері пайда болады. Егер ісік өңешке қарай өссе, онда дисфагия және гиперсаливация пайда болады науқаста. Егер ісік төменгі 3/1 шыға берісіне орналасатын болса, стеноз және де тамаққа тою сезімі пайда болады. Егерде үздіксіз құсу болатын болса, онда су электрлік бұзылыс тетанияға дейін әкеледі, яғни сол жердегі бұлшықеттің еріксіз жиырылуы, ол нерв талшықтарының үздіксіз қозуынан пайда болады. Диагностикасына келетін болсақ, науқасты жалпы қарау, тері түсін, қою қоңыр түстес болып кетуі мүмкін, арықтау, жалпы науқасты қараған кезде, тері тургарын тексереміз. Тері тургарын тексерген кезде өте төмен болады. Толық анамнез жинаймыз науқастан, іш пальпациясын өткіземіз, тікшек арқылы зерттеу өткіземіз. Әйелді адамдарды гинекологиялық креслода беймануалды қарау жасаймыз. Инструменталды тексеру кезінде рентгенологиялық зерттеу, асқазанның рентгендік контурларын көру үшін науқас барий ертіндісін ішуі керек. Яғни барий ертіндісінің жүру жолдары арқылы біз рентгенге түсіреміз. Сол жерден ісіктерді көре аламыз. Оны ары қарай тексеру үшін ол ісік зиян және қатерлі ма, және де қатерсіз ба анықтау үшін биопсия жасауымызға келеді. Мұнда суретте көріп тұрғандай, жаңағы цапка дейді, мынандай басында қысқышы бар. Оны жаңағы ісік өсіндісінен кішкене тін алынады, және биопсияға морфологиялық зерттеуге жібереміз. Эндоскопия. Эндоскопия ол гастроскопия қолданады, яғни ұшында, міне суретте көріп тұрғандай, ұшында жарығы бар. Мына жерден жаңағы көзбен қарайды дәрігер, ал мына жағын асқазанға жібереді. Лапароскопия, яғни бұл кезде құрсақ қуысын тесеміз, тіліп, және де ұшында жарығы бар лапароскоп түтікшесін енгізу арқылы тексереміз. Емдеу әдісіне келетін болсақ, бұл кезде жаңағы емдеу тактикасы комиссия арқылы шешіледі. Комиссия жаңағы бұл топтың ішінде хирург, анестезиолог, радиолог, химиотерапевт болады. Және де осы кісілер бірлесіп жалпы науқастың жағдайына, осы қатерлі ісіктің емдеуін шешеді, яғни сатысына байланысты, түріне байланысты. Одан кейін бұдан негізгі ем хирургиялық, химиотерапия, сәулелік емдер қолданылады. Бұл суретте сіздер жаңағы жалпы обырмен ауыратын науқастың бет әлпетін көруге болады. Негізінде бұл интернеттен алынған сурет. Ал жалпы науқастарды суретке түсіруге болмайды. Науқастың бұндай суреттерді жаңағы келісім арқылы ғана түсіреміз. Келесі бізде өңеш рагы. Өңеш рагы, яғни бұл да ас қорыту жүйесі болып табылады. Өңеш рагы қатерлі тіндер мен мүшелерді бұзып жарып өтетін, өңешті тарылтатын
ыдырататын, метастаз беретін ауыр интоксикациялық және прогрессивті түрде кахексиямен көрінетін қатерлі ісік болып табылады. Қазақстанда қатерлі ісіктер арасында өңеш обыры 5-ші орында тұр. Ер адамдар мен әйел адамдардың қатынасы 1:1, яғни ер адамдарда да, әйел адамдарда да бірдей кездеседі. Жас ерекшеліктеріне байланысты 50-60 жастан жоғары адамдарда. Ал әлем бойынша, яғни төмен Армения, Вьетнам, Израиль елдерінде, жоғарғы Түркмения, Қазақстан, Қытай, Иран, Индия, Япония, Корея елдерінде жиі кездеседі. Тамақтану факторы, яғни осы өңеш рагын тудыратын күнделікті ысытылған және тұзды тағамдар, қатты құрғақ, канцерогенді тағамдар, рафинатталмаған майларды қолдану болып табылады. Өмір сүру әдеті, зиянды әдеттер, темекі шегу, алкогольдік жиі қолдану, созылмалы аурулар, химиялық күйіктерден кейінгі тыртықтану, кардиохолезиясы, рефлюксті эзофагит, әлеуметтік фактор, яғни экономикалық жағдайы нашар адамдар араласында осы өңеш рагының пайда болуы жиірек. Яғни өңеш рагының классификациясы ісіктік процестің тарылуына байланысты өңеш жұтқыншақтық, түйіндік рак, жоғарғы кеуделік бөлім, ретробифуркациялық, субартальды, ортаңғы кеуделік бөлімі, диафрагма үсті бөлімі, диафрагмальды бөлім, абдоминальды бөлім болады. Ал екінші макроскопиялық белгісі бойынша жаралы рак және мойындық рак деп бөлеміз. Гистологиялық көрінісі бойынша жалпақ жасушалы аденокарцинома деп бөлеміз. Таралуы бойынша лимфогенді, гематогенді деп бөлеміз. Өңеш рагының даму сатысы, яғни ол бірінші өсу кезеңінде түйіннің көлемі 3 см-ден аспайды, сырқат кілегейлі қабықшада дамиды, лимфа түйіндерінде метастаз жоқ. Екінші өсу сатысы ісік бұлшық етке дейін жетеді, метастаздар бермейді. 2А, яғни көлемі 5 см-ге дейін барады, лимфа бездерінің 1-2-іне метастаздар бар, яғни бұл 2В сатысында. Ал үшінші өсу сатысында ісіктердің көлемі 5 см-ден асады, мүше қабырғасының түгел жарақаттайды, лимфа бездерінің метастазы көп болады. Өсу сатысы, яғни 5-ші өсу сатысына келетін болсақ, ісік сау мүшелерге тарайды. 4А, яғни лимфа бездерінің метастаздардан қозғалмай қалуы, яғни метастаз жайлатты алыс мүшелерге жарақаттайды. Яғни жақын қасында жатқан мүшелер емес, алыс мүшелерге де лимфогенді, гематогенді жол арқылы метастаз дамиды. Клиникалық белгілері. Жалпы клиникалық белгілері салмақ жоғалту, кахексия, жалпы әлсіздік, анемия. Негізгі клиникалық белгілері дисфагия, яғни тамақтың өтпеуі, немесе тамақтың қиналып өтуі. Дисфагияның 5 сатысын қарастырамыз. Бірінші сатысында барлық тамақтар өтеді, бірақ қатты тағамды жұту жағымсыз сезімдер арқылы өтеді. Қыжылдау, жырылулар пайда болуы мүмкін, кейде қатты ауырсынулар да пайда болады. Екінші кезең қатты тағамдар өңештен өтпей тұрып қалғандықтан сумен бірге ішеді науқас. Үшінші кезең қатты тағам өтпейді, науқас сұйық және жартылай сұйық тағаммен қоректенеді. Төртінші кезең өңештен тек қана сұйық тағамдарды ғана өтеді. Бесінші кезең толық өңеш өтімсіздігі. Науқас жұтыну барысында даже сілекейдің де өтпей қалуына шағымданады. Тағамды қабылдау кезеңінде регургитация байқалады, ауыздан жағымсыз иістің шығуы, гиперсаливация, сілекейдің көп бөлінуі, яғни
аденофагия, тамақтың өңештен өту кезінде ауырсыну сезімі, жергілікті ауырсыну сезімі пайда болады, ауырсыну, ауыздан жағымсыз сасық иістің пайда болуы. Екіншілік клиникалық белгілері: дауыстың өзгеруі, қарлығуы, Горнер триадасы, жергілікті лимфа түйіндерінің ұлғаюы, брадикардия, жөтел ұстамалары, ентігу және құсу клиникалық белгілері болады. Диагностикасында жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, биохимиялық анализ, инструменталды зерттеу әдістерін өткіземіз. Эзофагогастродуоденоскопия, эндосонография, өңештің рентгенологиялық зерттеуін өткіземіз. Өңеш биопсиясын, қосымша зерттеу әдістері, компьютерлік томография, лапароскопия, фибробронхоскопия және де іш қуысының ультрадыбыстық зерттеуін өткіземіз. Емі бұл кезде де жаңағы арнайы топ құрылады. Емдеу тактикасына хирург, анестезиолог, радиолог, химиотерапевт дәрігерлердің қатысуымен өтетін консилиумда шешіледі. Негізгі емі хирургиялық ем, химиотерапия, сәулелік ем, лимфодиссекция, таргентті терапия және радиотерапия емдерін қолданамыз. Назарларыңызға рахмет.